Hello peoples, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 4-ші сынып ағылшын тілі People's Book кітабындағы 60 және 61-ші беттегі Communicating Around the World тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші оқушылар жаңа сөздерді үйренейік. Learn the new words. Бұл жерде оқушылар мемлекеттердің аттары берілген. Соларды ағылшын тілінде айтып үйренеміз. Countries, мемлекеттер. Italy, Италия. Greece, Греция, France, Франция, Germany, Германия, Turkey, Түркия, the UK, Біріккен Корольдік, Spain, Испания, Kazakhstan, Қазақстан. Ендеше оқушылар, келесі бізде жаттығу exercise number 24 listen and repeat find the countries on the map. Оқушылар, біз елдердің аттарын үйрендік. Енді бұл жерде елдердің картасы берілген, яғни сол карталарды елдердің атымен жазамыз. Ендеше оқушылар тыңдалым тапсырмасын тыңдап сәйкестендірейік. The UK, Germany, Kazakhstan, Spain, France, Italy, Greece, Turkey. Ендеше оқушылар, келесі бетті ашайық. 61-ші бет exercise number 26 rewrite Mario and Көркем's text messages. 26-шы жаттығу Марио мен Көркемнің мәтіндік хабарламаларын қайта жазыңыз деген. Мысалы, where are you деген бұл жерде. Бірінші, яғни where are you деген сөзі қысқартып жазған. Келесі I'm writing for you at the park болады бұл жерде. Яғни Көркем солай қысқартып жазған. Оны біз толықтырып дұрыстап жазуымыз қажет. Дәл осылай. Okay, see you деген. Ендеше оқушылар, келесі жаттығуды орындайық. Exercise number 27 write the sentence correctly. Оқушылар, 27-ші жаттығуда сөйлемдерді дұрыстап жаз деген. Яғни бұл жерде бас әріппен жазылатын сөздері кішкентай әріппен жазылған, соларды дұрыстап жазуымыз қажет. Мысалы, біріншісінде hello, my name is Ben, яғни бас әріппен дұрыстап жазған. Әрі қарай енді жалғастырамыз. I live in London, I'm 9 years old and I like chatting online with my friends. Сәлем, мен Бенмін, мен Лондонда өмір сүремін, Лондонда тұрамын дейді. Мен жасым 9-да, мен достарыммен онлайн сөйлескенді ұнатамын дейді. Екінші, Hola, I'm Carlos and I'm from Barcelona. Hola деген, яғни оқушылар Барселонаның амандасуы, сәлем деген. Мен Карлоспын, мен барселоналықпын. I talk on my mobile phone almost every day. Мен күн сайын дерлік ұялы телефонмен сөйлесемін дейді. Келесі үшінші. Сәлеметсіз бе? I'm Dana. I live in Astana. I can use my mobile phone only on Saturdays and Sundays to talk with my friends. Сәлеметсіз бе? Мен Данамын. Мен Астанада тұрамын дейді. Мен ұялы телефонымды тек қана сенбі және жексенбі күндері ғана досыммен сөйлесуге қолдана аламын дейді. Осымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Goodbye students. Келесі сабақта кездескенше. See you later.